Бүгінгі күн ертеңге тарих. Осы тізбекпен бұл өркениет туралы деректер жылдар өтіп музейлерден орын алады. Осы орайда Сарыағаш ауданында мұражай бар екенін екінің бірі біле бермейді. Онда аумақтың алдыңғы тыныс тіршілігінен сыр шертетін дүниелер жетерлік. Сарыағаш ауданында 2004-2006 жылғы Қазақстан мемлекетінің мәдени мұра бағдарламасына байланысты жоба жасалған. Оған сәйкес Сарыағаш аудандық тарихи өлкетану мұражайын құру көзделген. 2007 жылдың 30 қаңтарында тіркеуден өткен екен. Сарыағаш аудандық мәдениет тілдер дамыту бөлімінде ашылған болатынбыз. Бірақ біз бір жылдай ғана бір штаттық бірлікте тек музей басшысы мен музей қор жинаушысы деген штаттық бірлікте ғана қамтамасыз етіліп, бірақ жыл ғана ғимаратсыз жұмыс жасаған болатынбыз. Ал 2007 жылы біздер 2007 жылы 24 мамырдан бастап сол оңтүстік Қазақстан әкімдігінің 188-ші қаулысымен оңтүстік Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінің Сарыағаш филиалы ретінде ресми түрде құрылдық. Осы құрылғаннан кейін біз тамыз айына дейін ешқандай ғимаратсыз отырдық. Тамыз айында барып біз осы Сарыағаш ауданындағы әділет басқармасына қарасты кішкене ғана бір 2 бөлмелі ғимаратқа көшіріліп, сол жерден жұмыс бастадық. Мұражай экспозициясында негізгі көне тарих, кеңес кезеңдері аудан тарихы және табиғат бөлімдеріне бөлінген. Аталған орталықта 3000-нан аса тарихи жәдігер бар. Оның 1730-ы негізгі болып саналады екен. Экспонаттар ішінде ең құнды заттардың бірі тасқа айналған ағаш. Оның тарихы көне Кембрий дәуірінен бастау алады. Сол уақытта жайқалып тұрған ағаштың діңі миллиондаған жылдан соң тасқа айналған көрінеді. Бізде кипарис деген ағаш өскен. Ол кипарис ағашының жасы 90 миллион жыл деп алады. Сол кездегі экспедицияның есептеуі бойынша 90 миллион жыл бұрын біздің жеріміздегі сонау жуан жаңағы кипарис ағашының өсуі. Қылқан жапырақты кипарис ағашы. Енді қылқан жапырақты ағаштың өзі қазіргі таңда оның қалдықтары сонау Шеңгелді бекетінде 15-12 шақырым Шеңгелді бекетіне жақын аймақта жаңағы алқапта жатыр. Көпшіліктен аудан тұрғындарынан өтінетінім сол тасқа айналған сарыағашымыз қазіргі таңда топырақ астында жатыр. Оның бетіне шығып қалған дарын алып, әкеп үй құрылысына пайдаланып жіберіп жатыр. Біз сол үй құрылысына пайдаланып жіберсек, ол біз көпшілікке, келешек ұрпаққа, мына өсіп жатқан өскелең ұрпақтарымызға көрсете алмай қаламыз ғой. Сондықтан оны әкеп құрылыс материалы ретінде қолданбасаңыздар екен. Бұл сюжетте біз бар болғаны аталған орын мен аудан атауының шығу тарихына тоқтала кеттік. Нақтырақ музей жайлы алдағы уақытта жаңалықтар топтамамызда толық біле аласыздар. Мейірхан Бақчанұлы, Тимур Райымқұлов, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.